Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айдана, каналыма қош келдіңіздер. Видеомды көріп отырсаңыздар, видеоның астында подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Алда түрлі рецепттер болады. Бүгін көріп тұрғаныңыздай қазақтың ұлттық тағамы 5 бармақ ет асатын боламыз. Ең алдымен етімізді жақсылап ағып тұрған суық сумен жуып алатын боламыз. Үлкен қазанымызға етімізді салып, мұздай суық суымызға қазанға құйып, пешке жай отқа қойып, қайнап шыққанша, яғни көбігі шыққанша қазан бетін жауып қоямыз. Мінекей көріп тұрғаныңыздай көбік шықты. Көбігін жақсылап тазалап аламыз. Тұзымыздан 1-2 шай қасық саламыз. Сорпасы тұнық болу үшін суға 1 пияз саламыз. Етіміз 2-3 сағатта піседі. Міне көріп тұрғаныңыздай, менде 2,5 сағаттай қайнады. Осы кезде сәбізді, картобын қосатын боламыз. Картоп піскенше бетін жауып қоямыз. 5 бармақ қамырын жасаймыз. Ең алдымен бізге керекті заттар ұн, жұмыртқа, тұз және 1 стакан су керек. 1 стакан суымызға 1 чай қасық тұз салып араластырып аламыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқа жарып саламыз да, үстінен илегіштен өткізілген ұнымызды аз-аздан 2-ге бөліп саламыз. 1 стакан тұзды суымызды құйып, шанышқымен араластырамыз да, жақсылап нанымызды қолмен илеп аламыз. Жұп-жұмсақ қып нанымызды илеп аламыз. Нанымыз қатты болмау керек, орташа қаттырақ илейміз. Жұмыртқаға иленген нан өте дәмді шығады. Ыдысымызға салып, бетін жауып 10-15 минутқа тындырып қоямыз. 15 минут тұрды. Мінекей ары қарай оқтаумен домалақтап, ұн сеуіп отыра нанымызды жаямыз. Сорпамыз қайнады, етіміз бен сәбізіміз және картобымыз пісті 3 сағаттың ішінде. Енді үлкенде сүзгішпен табаққа түсіріп аламыз. Сарымсағымызды домалақтап турап алдым. Алдын ала шоны ыдысқа салып, үстіне ыстық сорпамызды сүзгіштен өткізе отырып құямыз. Одан кейін 1-2 қасық тұз бен бұрышымызды саламыз, бір бұқтырып қоямыз. Тұздығымыз дайын. Нанымызды бірнеше бөлікке кесіп, қайнап тұрған сорпамызға салып, шанышқымен арасын ашып, қақпағын жауып, қайнатып аламыз. Қамырдың наны 10-15 минутта піседі.
Міне дайын болды. 5 бармағымыз өте дәмді ас болсын. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.